Сәлем достар, сіздермен бірге мен Аймина. Достар, бүгінгі күннен бастап біз ТВК жобасының жас тілшілерін сіздерге жақындырақ таныстыратын боламыз. Сонымен, бүгін менің қонағым ТВК жобасының жас тілшісі Алтынай Ерланқызы. Алтынай, сәлем, қалың қалай? Сәлем Аймина, бәрі жақсы, керемет. Алтынай, сенің кішкене кезіңді еске түсірейікші. Қандай болдың? Көбіне тәм бұзақылық басым болдың ба, әлде сабырлы болдың ба? Мен өзімнің балалық шағымды еске түсіретін болсам, анам мен әкемнің айтуы бойынша мен кішкентай кезімде өте салмақты болдым. Анамның бір сөзінде мен сен туылғанда бір курортта жүргенде демалатынмын деп айтатын ол сөзінің мағынасы мен бұрында өте жылауық болмайтынмын, салмақты болатынмын, еркелеткенді мақтауды көп мүлдем жақтырмайтынмын. Армандағанды барлығымыз жақсы көреміз. Сенде де солай деп ойлаймын. Жалпы сен нені көп армандайсың? Иә, менің өзімде де арман бар. Армансыз адам қанатсыз құспен тең деп ойлаймын. Менің армандарым өте көп. Және де қазір екі-үшеуін айтып берейін. Менің арманым өзімнің анам мен әкемді шет елдерге қыдырту. Әсіресе Меккеге апару. Екінші арманым менің өзім танымал блогер болғым келеді. Менің үшінші арманым осы жас тілші курсын жақсы деңгеймен бітіріп, Нұр-Сұлтан қаласындағы журналистика факультетіне түскім келеді. Керемет, армандардың орындалуына тілектеспін. Алтынай, жас тілші ретінде сен шығармашылық адамсың. Жалпы шығармашылық адамдарды сен қалай сипаттар едің? Шығармашылыққа жаны жақын деп мен өзімнің тәлімгерім Меруерт Расулқызын айта аламын. Ол кісі менің өзіме жеке тұлға. Адамды өзіне баурай біледі. Осы Шығыс Қазақстан бойынша мен өзімнің тәлімгерімді ең мықты журналист ретінде санаймын. Өзіңді дамыту мәселесіне келсек, жалпы сен неге басымдылық бересің? Ән, би, немесе біз білмейтін таланттарың да бар шығар? Иә, мен шығармашылыққа өте жақынмын. Әнге де, биге де, бірнеше концерттерге де шыққанмын. Өзімнің жасырым талантымды айтып кетсем, көбісі білмейді менің талантымды. Мен сурет салған жақсы көремін, және де кітап оқығанды жаным сүйеді. Балалар өзін кішкене кезінен дамыту үшін не қажет деп ойлайсың? Балалар өзін кішкене кезінен бері дамыту үшін өздеріне сену керек, алдыға қойған мақсаттарын орындау қажет, еңбек ету керек. Алтынай, мен де сенің жауабымен толықтай келісемін. Ал өз мінезін 5 сөзбен сипаттай аласың ба? Мен өте мейірімдімін, кішіпейілмін, үлкендерді сыйлаймын, еңбекқормын, және де қарапайыммын. Алтынай, сен сыйлық алғанды ұнатасың ба, әлде сыйлықты беру саған жағымды ма? Әрине, сыйлық алу да жақсы, және де басқа адамдарға көңіл күй сыйлап, сыйлық бергенде жақсы, маған екеуі де ұнайды. Сенің Өскемен қаласындағы 3 сүйікті жерің қандай? Қай жерлерді атайсың? Өскемен қаласында мен осы біз негізі отбасымызбен табиғатта демалғанды өте қатты жақсы көреміз. Айта кетсем, Нұртау, Альпі таулары және де Арбат. Өміріндегі ең жарқын сәт қандай болды? Өмірімдегі ең жарқын сәт менің осы ТВК ұжымына келген сәтім болды. Қазір адамдардың көбі ағылшын тілін үйреніп жатыр. Алтынай, сен олардың қатарына кіресің бе, әлде сен басқа да шетел тілін меңгергің келе ме? Менің басқа тілдерге көзқарасым өте жақсы. Мен ағылшын тілін өзім үшін дамытқым келеді, және де басқа да шет тілдерін үйренгім келеді. Қазіргі таңда корей тілін үйренгім келеді. Алтынай, бүгінгі сұхбатың үшін көп рахмет. Саған шығармашылық табыс тілеймін және сабағына сәттілік. Достар, осымен біздің айдарымыз аяқталды. Сіздермен бірге болған бүгін мен Аймина және Алтынай. Келесі кездескенше сау болыңыздар!